Алматыда жыл басынан бері 280 азамат жаңа пәтерге қоныстанған. Олар Әуезов, Алатау, Бостандық пен Жетісу және Медеу аудандарындағы апатты деп танылған 10 үйде тұрған еді. Сол 70 отбасы заман талабына сай абаттандырылған тұрғын үй кешендерінен баспаналы болды. Ал жыл соңына дейін тағы қанша отбасы қоныс тойын тойлайды. Бағдарламаның шарттары қандай? Әріптесім Гүлмарал Изатқызының материалында. Пономаревтар отбасы бұл пәтерге наурыз айында қоныстанған. Жаңа баспанаға олар тұрғын үй қорын жаңарту бағдарламасы бойынша қол жеткізіпті. Жанұя бұған дейін өткен ғасырдың 30-шы жылдары салынған 2 қабатты апатты үйде тұрған. Мүмкіндік пайда болғанда Алматы қаласы әкімдігіне қарасты күрделі құрылыс кәсіпорнының тұрғын үй қорынан осы пәтерді таңдапты. Бізге қашан қауіп төнеді деп үреймен өмір сүріп келдік. Мұнда көшкелі көңіліміз тыныш. Жаңа пәтеріміз өзімізге ұнайды. Базар, ойын-сауық орталықтары, мектеп, балабақша, емханада қарыс қадам жерде орналасқан. Қоғамдық көлікте жиі қатынайды. Алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Ризамыз. Бағдарлама шарттарына сәйкес қоныс аударғандардың жаңа пәтерлерінің ауданы бұрынғыдан 10 шаршы метрге дейін артық болады. Ол үшін қосымша ақы төлеудің қажеті жоқ. Сондай-ақ құрылыс кезінде тұрғындарға тегін уақытша пәтер беріледі. Немесе азаматтар Алматы қаласы әкімдігіне қарасты күрделі құрылыс кәсіпорнының тұрғын үй қорынан дайын баспана таңдап, тұрақты түрде сонда қоныстана алады. Ал сүрілген үйлердің орнына паркинг, спорт алаңы бар заманауи тұрғын үй кешендері бой көтереді деп жоспарланған. Квартира на сегодняшний день. Азаматтар қоныстанып жатқан пәтерлер таза әрленген күйінде ұсынылады. Үйлерге интернет, өртке қарсы дабыл орнатылды. Қазір 2030 жылға дейін жаңарту бағдарламасының жобасы әзірленді. Онда ескі үйлердің иелері, инвесторлар мен уәкілетті ұйымдар арасындағы қарым-қатынастарды реттеу сияқты жаңа тетіктер көзделеді. Ескі пәтерді беру тәртібі көрсетіледі. Сондай-ақ былтыр қабылданған қаланың жаңа бас жоспары ескерілетін болады. Мұның бәрі процесті жеделдетуге мүмкіндік береді. Айта кетейін, енді жыл соңына дейін Алматыда тағы 54 үйдің 2180 тұрғыны жаңа пәтерде қоныс тойын тойлайды деп жоспарланған. Мақсат қала тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартып, құрылыс саласына инвестиция тарту. Гүлмарал Изатқызы, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.